Сіз әдемі баяндама жасадыңыз жаңа. Бірақ мына сіздің айтып жатқан мыңдаған гектарды біз қайтарып жатырмыз деген сөзіңізге мен елдің сәлемін айтайын деп отырмын. Жақында елден келдік. Қай облысқа бармасаңыз, жолдың оң жағы да, сол жағы да әкімнің жері. Қайтып атқан жер жоқ. Мал ұстап отырған, егін егіп отырған кісілер жерге зәру болып отыр, бірақ ана қолы күштілер сол бұрын қалпында қалып отыр. Мына жердің иелерін сіздерге мына шығарып тақтаға жазып қоюға кім кедергі? Өскеменге барсаңыз жердің бәрі Даниял Ахметтікі, Павлодарға барсаңыз Бақауовтікі, Астананың маңайында Шүкеевтікі, оны айтуға қорқып отыр бәрі. Бірақ сіздер осыны қашан жаңағы сіздің баяндамаңызда айтылған мыңдаған гектардың бәрі өтірік. Ана халықтың бәрі наразы болып отыр. Мал ұстаған кісілерге жер жетпей жатыр. Соны сіздер мынандай әдемі баяндаманың орнына осыны қашан қолға аласыздар нақты? Соны айтыңызшы. Аты жөнін жазыңыздар. Неге ұяласыздар оларды тақтаға іліп қоюға? Бұрынғы отырған байлар солай отыр.